Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат. Махр деген не? Махр махаббатқа кедергі ме? Сол туралы айтатын боламын. Махр деген не? Махр әйел затын неке қияр алдында күйеуінен талап етуге құқылы шариғат белгіленген ақысы. Алла тағала үйленетін әйелдеріне махрлерін шын көңілден тарту етіңдер деп бұйырады. Махрды не үшін сұрайды? Махрдың хикметі қыздың неке қиғандағы ақысы. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой халқымыз. Егер күйеу жігіт бір оқыс жағдайға тап болса, әйел кісі махрды сатып, біршама уақыт күн көре алуы керек. Ол нәрсе құжатпен бекітіле ме? Махр құжатпен бекітілмейді. Неке қиған кезде куәгерлердің көзінше сұралады. Сонымен қатар жігіттің мойнында қарыз болып қалады. КМДБ мешіттерінде некесін қиған жастарда неке журналы бар. Оған махрге сұралған зат та жазылады. Ол құжат емес, тек тіркеп отырады. Махрдың болуы шарт па? Жұбайлар өзара келісіп, махр бермесе де бола ма? Ерлі зайыптылар неке қиғаннан кейін махр құнын келісіп, басқа затқа немесе сомаға ауыстыра алады. Жұбайлардың келісіміне байланысты осылай өзгертуге болады. Некеден кейін жігіт аталған затқа шамасының жетпейтінін айтып, сөйлесіп келіссе, оның құнын түсіруге, басқа затқа айырбастауға рұқсат берілген. Шариғат бойынша махр беру уәжіп, бірақ ол некенің шартына кірмейді. Яғни махр берілмей қиылған неке дұрыс болып саналады. Махрге қанша теңгенің көлеміндегі қандай зат сұралуы керек? Махрдың ең арзан құны 10 дирхам, алтын күмістің бағасымен бірге ол да өзгеріп тұрады. Махр жігіт қиналмайтын, қыз ренжімейтін сомада болуы керек. Қазақтар қай уақыттан бастап махр сұраған? Бізге бұл үрдіс қашан келді? Махр қазақ қаласына ислам діні таралғаннан бастап енген. Қарахан әулеті билігі тұсында Мұса қаған 960 жылы ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялаған. Содан соң Сайрам, Тараз, Құлан, Меркі, Баласығұн, Сауран, Яссы, Өзгент қалаларында тек сауда емес, дін, білім, ғылым дамыды. Махр қазақ даласында осы кезеңде пайда болған шығар. Нақты қай уақытта екенін білу үшін зерттеу керек. Тек діни емес, тарихи және этнографиялық тұрғыда зерделенуі шарт тақырып. Махаббат дегеніміз екі парасатты пайымды адамның сана биігінде жолығуы деген екен Шаханов. Махр екі адамның арасындағы келісіммен жасалатын таңдау. Бұл мәселені эмоциямен емес, ақылмен шешу қажет. Егер ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.